Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Жұмыртқаның қабығын қоқсық шелегіне тастамаңыз. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастық қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да пайдасы орасан зор көмегі бар екендігін біліңіз. Ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі. Оның қабығына дейін пайдаға асыруға кірісейік. Қоқсыққа тастамаңыз. Салатқа немесе қамыр илегенде кейде тамаққа жұмыртқаның қосқаннан кейін қабығын қоқсық шелегіне тастамай кәдеге жарата біліңіз. Онымен бет терісі үшін керемет маска жасауды бастайық. Ол үшін жұмыртқаны тазалап, жуып алыңыз. Егер де сенімсіз болсаңыз, бүкіл микробтан тазартып алу үшін сірке сумен де жуып тастасаңыз болады. Жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жоғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықша секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жапсырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкіні 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң, сыртынан балғамен орып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып, теріңізге зақым келтіріп алмас үшін, содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып, араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды, және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз. 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен алып тастау қажет. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Егер бетіңіздің терісі майлы болса, ештеңе жағудың қажеті жоқ. Ал құрғақ тері болса, маскадан соң міндетті түрде нәрлендіргіш кремді жағып қойыңыз. Бетіңіз сергіп жаңарып қалғанын байқайсыз. Бұл масканы құрғақ тері үшін аптасына 2 рет, тіпті 3 рет жасауға болады. Майлы тері үшін аптасына 1 рет осы масканы жасап тұрсаңыз жеткілікті. 4 аптадан соң теріңіздің жасарып, әжімдердің тартылып, әдемі теріге ие болғаныңызды сезесіз. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен ақ керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңізде таң қаласыз. Қымбатты менің оқырманым, біздің видеомыз ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмашы ғана әрекетіңіз біз үшін үлкен қолдау.